Алматы облысы Ескелді ауданы Қайнарлы ауылы. Сыртынан қарасаңыз бей-берекет өмір сүріп жатқан ауыл дерсіз. Бірақ ауылдың ішінде болып жатқан дау, Дайрабайдың көк сиырының шөп таппай жүрген мәселесі. Жер иемденіп алған бай бағландармен қозысына, қойына шөп таппай жүрген ауыл тұрғындарының арасында болып жатқан резонанс. 17 маусым күні дәл осы ауылда көтеріліс болған болатын. Ол қоғамдық резонансқа ұшырап, қазір Мінбер сайтының тілшісі осы Қайнарлы ауылына бар ақпаратты білу үшін келді. Көріп тұрғандарыңыздай 2021 жылдың 17 маусымы күні дәл осындай жиын болып өтті. Қайнарлы ауылының тұрғындары екіге бөлінді. Бірі ауыл тұрғындарының сөзін сөйлесе, бірі пай үлескерлерінің үлесін қосып кооператив құрған Зинаида ханымның сөзін сөйледі. Ауыл тұрғындарының уәжін тыңдауға басшылық өкілдері де келіп қатысты. Басшылық өкілдері 22-23 маусым күні арнайы комиссия құрылып, Қайнарлы ауылына аттанатынын жеткізді. Ауыл тұрғындарының уәжі қалай аяқталмақ, арыз шағымы немен бітпек? Қайнарлы ауылының тұрғыны пай үлескерлерінің үлесін қосып кооператив құрған кәсіпкер Зина ханымның үйіне келдік. Мінекей қазір барлық мән жайды білу үшін Зина ханыммен сұхбаттасамыз. Сол жағымда тұрған Қайнарлы ауылы. Табиғаты тамаша ауыл. Бүгінде малын кең жерге жіберіп қойғысы келеді. Мінекей таудың иесі болып жүрген оң жағындағы жерге мал да, бала да өте алмайды. Себебі мінекей біздің тілмен айтқанда 6 гектар жерді окоппен қазып қоршап тастаған. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, тіпті түсуге қорқынышты. Бұл жерге бала түссе шыға алмайды, мал түссе дәл сол мезетте мертігеді. 6 гектар жерді дәл осындай окоппен қоршап тастаған. 6 гектар жерді дәл осындай окоппен қоршап тастау бұл қаншалықты заңды, дейді ауыл тұрғындары. Өткен мал мертігеді, бала жазым болады. Ойнап жүрген баланы тоқтату мүмкін бе? Ал малды ше? Ары қарай бір амалын тауып өткен мал бері қарай шықпайды, дейді. Себебі малдарын қораға қамап, айыппұл салатын көрінеді, Зинаида ханым. Мынау котлованның тереңдігі 1,90 міне. Мын жағында. Міне. Бері қарай көрсетіңіз. Ені 1,90. 1,90. Сонда бұның барлық ұзындығы қанша осыдан ары қарай? 6 гектар жерді қоршаған ғой. Тура осылай 6 гектар жер қоршалған. Енді бұл сұмдық қой. Мынау енді өте сұмдық қой, бұл заңсыздық. Дүниежүзілік соғыс кезінде бүйтіп қазылмаған. Окопты. Әскерлер жатыр ататын. Даудың басына айналған Дайрабайдың көк сиыры окоптың арғы жағында тұрған шалғынға қарап, сілекейі шұбырып тұр. Өте алмайды әттең. Жеп тұрғаны қара жерге біткен шандыр шөп пен қара топырақ. Бір кесе сүтке зәру болған ауыл тұрғындарының шағымын кім тыңдайды? Көк сиырдың шұрылдаған асқазанына қандай амал қолданамыз? Оның барлығын алда көреміз. Ресми ақпарат алу үшін осы Қайнарлы ауылының әкімдігіне аттандық. Ауыл әкімін де, әкімінің орынбасарын да таба алмадық.